Біз енді Шығыс Қазақстаннан арнайы шақырып отыр ғой, Астана әкімшілігі осы жерге. Бәріміз Қазақстаннан келеміз, Ақтау, Атырау, Шымкенттен келеміз, апта сайын. Біз елордаға келіп жатырмыз ғой. Біз енді өнімізді әкеліп сатқымыз келеді, елордаға дұрыс өнім көрсетіп. Бірақ мына елорданың әкімшілігі, Астана әкімшілігі нақты айтқан кезде мына кісілерге, мына жергілікті базардың адамдарына орын сатып жүрген. Сатып жүрген деген бұл кісілердің сөзі бойынша, мыналар айтып жүр. Біз бір айға орын сатып алғанбыз, біз неге тұрмаймыз деп. Енді қарапайым халық қайдан білсін, мыналар да шығыстық деп ойлайды. Бұлар да бал дешеді сатып отырдар. Бұл дәмі бөлек қой. Соны айтады, ой, мынау Шығыс Қазақстан жаман деп. Әнде біз 1000 шақырым жерден ат арқалап келіп отырмыз. А бұлар жай осы жерден келіп күнделікті сауда. Бұлар базарда ғой, астаналықтар келсе базардан барып алады. Алсын базардан бар. Біз шақырып болсын, біз тұруымыз керек осы жерде. Бұл проблема негізі бұрында бар ма сонда? Астана, Алматы қаласында жоқ, Астана қаласында жылда бір әңгіме осындай. Әдемі жақсы адам жүреді, орталық жерлер бар ғой, әдемі жүреді. Көбінде солар тұрады базарда. Қазір кезде. 102-ге де звондадым. 102-ге де звондап жатырмын. Бірлесіп 102 алып тастады бұлар, заңсыз деп. Олар кетті сразу тұрып алды.